Мен ауылға жазда барғам. Кешкісін бәрі әдеттегідей желдің үні, иттердің алыстан үргені. Тек бір түн ерекше болды. Сағат 3 шамасында жел көтерілді. Терезем ашық еді. Сол сәтте мен анық естідім. Біреу есімімді сыбырлап шақырды. Алғашында желдің үні шығар дедім, бірақ ол қайталанды. Айдана. Дауыстың иесі адам емес еді. Бірақ айдана деген дыбыс анық құлағыма естілді. Мен сыртқа шықтым. Бәрі тыныш. Тек жел бір бағыттан емес, 4 тараптан бірдей соғып тұрды. Содан соң ескі ағаштың түбінен ақ мата желбірегенін көрдім. Қарасам, ол мата емес екен. Ол менің бала күнімдегі көйлек екен. Бірақ мен оны осыдан 10 жыл бұрын отқа жаққанмын. Көйлектің етегінен біреу ұстап тұрды. Көлеңке. Сол сәтте жерге бір нәрсе құлады. Ескі суретте мен тұрмын, бірақ менің артымда біреудің көлеңкесі анық көрініп тұр. Ал ең қорқыныштысы, ол көлеңке дәл қазір менің артымнан қарап тұрғандай еді. Мен артыма бұрылғанда жел тоқтады. Үнсіздік орнады. Тек тереземнің ар жағынан әлгі дауыс тағы сыбырлады. Сен мені неге ұмыттың? Мен артыма қараған сәтте ешкім жоқ еді. Тек терезеден түскен ай сәулесі еденге ұзын көлеңке түсіп тұр. Сол көлеңке менің қозғалысыма ермеді. Жүрегім дүрсілдеп терең дем алдым. Қолымдағы суреттен шаң иісі емес, күйген қағаздың иісі шығып тұрды. Сол сәтте бөлмедегі айна сықыр етіп, жарығы дірілдеді. Мен бейнеме қарадым, бірақ ол бейне менің қимылымнан кейін қозғалды. Телефон жарығын қосып айнаны ұстай бергенімде, шынының арт жағынан әлде бір сызат көрінді. Іштей суық толқыды. Мен айнаны жақынырақ ұстай бергенде жарық сөніп қалды. Қараңғылық орнады. Бір сәтте айнаның ішінен әлдекімнің дем алғанындай булық шықты. Сол кезде есік өзінен өзі жай ашылды. Үнсіздік. Тек сыртта баяғы жел қайта соқты. Бірақ бұл жолы жел терезеден емес, үйдің ішінен соғып тұрғандай еді. Мен есікті баяу жаптым. Артымнан тағы да әлгі дауыс естілді. Сен мені неге ұмыттың? Мен бұл жолы үн қатпадым. Денемнің барлығы түршігіп, денемнің жарты бөлшегі ыстық, жарты бөлшегі суыққа айналды. Себебі енді түсіндім. Бұл дауыс менің сыртқы әлемімнен емес, менің ішімнен шығып жатыр екен.